Сәлем. Влог түсіруді қолға алам деп, мен уже бастап та кеттім. Бұрын соңды влог форматта видеолар түсірмегеннен кейін барлығын түсіріп отыруды ұмытып кетіп жатырмын. Үйден кинотеатрға бару үшін шыққанбыз негізі. Киноға кірместен бұрын жігітім өзіне жұмысқа кигенге аяқ киім таңдап алды. Магазин аралап жүрген кезде просто так жәнде жүре бермейін деп өзіме тәттілерді алғызып алдым жігітіме. Осындай жерге келгенде не жеріңді білмей қаласың прям. Өзіме жегенге макарон салып алдым екеу. Рафаэлла және шоколадный брауни. Тәтті көрсем болды ғой, кішкентай балаша қуанып, мәз болып жүре берем мен. Ауызашардың уақыты жақындап қалғаннан кейін өзімізге де достарымызға да тамақтарды алдын ала таңдап қойдық. Тамаққа заказ беріп қойдық. Қазір енді күтіп отырмыз. Кезегіміз келген. Ыстықтап кетпейік деп осы катоктың жанында отырмыз. Салқын, рахат. Сердемессің зато. Кішкентай балалар ғана жүр. Адам аз. Тамақ дайын болғанша біздің киномыз да басталып кетті. Сонымен асығып тамақты жеп алдық. Жігіттер сыйлыққа берді. Клубника шоколаде прям күшті. Қазір дәмін көреміз. Тамағымызға тойып, киномызға да кірдік. Киноға дейінгі түрімді көрдіңіз ғой, веселый болып күшті отырдым ғой. Кино прям жүректен жүрекке жетті, өте бір мағыналы, әсерлі кино болды маған. Кинодан шыққаннан кейін түрім осындай болып, бетім ісіп кеткен, көз ісіп кеткен. Залдың 70-80% жылаған шығар. Шыққаннан кейінгі түрі осы болды. Көз деген қып-қызыл. Масқара жыладым ғой. Балалармен келгенбіз, балалар уже прям қолын көтерген күйінде ұйықтап қалған. Ана жақта біреуі.